ұбт балың жоғары болса да грантқа түсе алмайсың. Иә, құрметті оқушылар, ұбт-ны бітіріп құжат тапсырудың арасында ұзақ жол бар. ұбт балдарың жоғары болды екен деп бірден ешкім грант бере салмайды, өкінішке орай. Ал енді ол жолды қазір біз сендермен талқылайтын боламыз. Сендер оған дейін арнаға жазылып үлпіл басып отырыңдар. Кеттік. Ең бірінші ұбт бітірдік. Қолымызда 120-130 балымыз бар, немесе 110 балымыз бар дейікші, иә. Қандай да болсын, ұбт-та бітірген сертификат балымыз бар. Ал енді не істеуіміз керек? Ең бірінші мына дүниені ескерейік. ұбт бітіргеннен кейін бірінші жасауымыз керек дүние өзіміздің мамандығымызды нақтылап таңдауымыз керекпіз. Яғни қандай мамандыққа оқуға түскім келеді? Үйдегілермен ақылдасуымыз керекпіз. Қандай мамандыққа, қандай университетке, қандай қалаға баратынымызды нақтылап шешкеннен кейін соған қарай жол жүретін боламыз. Ең бірінші, егер сендер педагогикалық мамандық таңдап отырған болсаңдар, демек арнаулы емтихан тапсыру керексіңдер. Ол педтест деп қысқартылып айтамыз. Ол университеттерде 20 маусым айынан бастап тапсырылу жүзеге асатын болады. Грант конкурсына педагогикалық мамандыққа өтініш бергісі келген оқушы 13 шілдеге дейін педтесттен өтті деген сертификатты алуы керек. Ол сертификат болмайтын болса, сіз базада педтесттен өтті деп тіркелмейтін болсаңыз, педагогикалық мамандыққа грантқа өтініш бере алмайсыз. Одан кейін егер медициналық бағыт таңдаған оқушылар болса да, арнаулы емтихан тапсыру керек, яғни ол медтест. Бұл тесттердің ешқандай қиындығы жоқ. Оқушылар ойлауы мүмкін, ой апай, ұбт бітті, енді тест тапсырмаймыз ба деп едік, тағы тест па деп. Жоқ, олай емес. Бұл тесттердің ешқандай да қиындығы жоқ, жай ғана жағдаяттық тапсырмалармен келеді. Яғни педагогикалық тесттерде, мысалы, егер сіздің сыныбыңыздағы екі оқушы бір-бірімен төбелесіп қалса, не істейсіз деген сынды жағдаяттық сұрақтар, және сол сұрақтарға сіздердің беретін жауаптарыңызға қарай өтті, не өтпеді деген ғана жауап шығады. Оған ешқандай да балл есептелмейді. Одан кейін қабылдау комиссиясы, яғни сіздер егер ұбт-ны бітіріп, жаңағыдай грантқа өтініш бермеймін жоқ апай дейтін нәрсе болатын болса, онда сіздер 20 маусымнан бастап қалаған университеттеріңіз бен қалаларыңызға университетке тапсыра берсеңіздер болады. Себебі университеттің қабылдау комиссиясы 20 маусымнан бастап жұмыс жасайды. Яғни ол дегеніміз ақылы оқуға түскісі келетін оқушылар тамызды шілдені күтпей 20 маусымдан бастап жаңағыдай құжатын университетке өткізіп студент атана берсе болады. Одан кейінгі даталарда не келеді? Әрине шығармашылық ұбт тапсырған оқушылар шығармашылық емтиханын тапсыруы керек. Шығармашылық емтиханда ол 5 шілде мен 12 шілденің аралығында жүзеге асады. Тағы да бір айта кететін дүние, егер 5 пән тапсырып, өзіңіздің балаңызға көңіліңіз толмай отырса, немесе грантқа түсу мүмкіндігім төмен деп ойлап отырсаңыз, өзіңіздің 2 пәніңіздің баллы, яғни оқу сауаттылығы мен тарих балын алып, сізде шығармашылық жаңағыдай таңдау пәніндегі өзіңізге ұнаған мамандыққа барып емтихан тапсырып, бағыңызды сынап көрсеңіз болады. Сол жалпы 130 балл болады. 50 балдан 2 турдан тұратын шығармашылық емтихан тапсырасыз. Ал енді барлығын жасап болдық. Демек не істейміз? Грант конкурсына өтініш беруге дайындаламыз. Ал енді грант конкурсына өтініш беруге бізге қандай құжаттар керек болады? Өзіміздің жеке басымызды куәландыратын жеке куәлік бірінші дүние. Одан кейін сіздің ең жоғары ұбт балыңыздың сертификаты керек болады. Яғни кейбір ата-аналар мен талапкерлер ойлауы мүмкін, мен бірінші ұбтымды тапсырдым, одан жоғарырақ балдым, екінші ұбтымнан одан төменірек бал алып қалсам, мен міндетті түрде екінші ұбтымның сертификатын апару керекпін деп. Жоқ, олай емес. 2 нағыз ұбтының ішіндегі ең жоғары бал алған және шекті балға жеткен жаңағыдай ұбт сертификаттарыңызды апару керексіздер. Яғни шекті бал дегеніміз не? Бізде әр пәнде белгіленген меже шекті балдар бар. Яғни ол оқу сауаттылығы мен мат сауаттылығында 3 бал, ал қалған тарих және өзіміздің 2 таңдау пәнімізде 5 балдан есептеледі. Осы санға жетпей қалсаңыздар, бұл ұбт сертификатыңыз жарамсыз болады. Сол осы айтылған межелерден шекті балдан өткен, жарамды ең жоғары ұбт балыңыз бар сертификатты апарасыз. Одан кейін өзіңіздің аттестатыңыз керек болады. Егер сізде арнайы квоталар немесе жеңілдіктер болса, соны дәлелдейтін құжаттарды өзіңізбен қоса алып баруыңыз міндетті. Одан кейін егер IELTS немесе TOEFL тапсырған оқушылар болатын болса, осы сертификаттарыңызды апару керексіздер. Сол жерде университет қабылдау комиссиясы сізге конвертация жасап береді. Түп нұсқасын апаруыңыз керексіз және мерзімі өтпеген болуы керек бұл сертификаттардың. Және де осыған дейін арнаулы
жаңағыдай емтихан тапсырды деген құжатыңыз бар ғой, оны да қасыңызға апара салыңыз. Бірақ дегенмен де ол базада автоматты түрде шығып тұрады. Ал колледж түлектер үшін аттестаттың орнына колледжден алған жаңағыдай дипломдарыңызды транскриптімен бірге алып бару керексіздер. Одан кейін 13-20 шілде аралығында грант конкурсына өтініш беру болады дедік қой. Бірақ дегенмен де 13 күні бірінші барған адамға грант деген нәрсе жоқ. Яғни сіз қай күні барсаңыз да барлық оқушы құжат тапсырып болғаннан кейін барып не істейді? Грант конкурсы басталады. Ал бұндай жағдайда сізге мен қандай кеңес берер едім? Негізінде, құрметті ата-аналар және талапкерлер, грант конкурсының соңғы күндері бару сіздерге тиімдірек болуы мүмкін. Өйткені бізге тест-центр грант конкурсы кезінде, яғни 13-20 шілде аралығында күн сайын қай мамандыққа қанша оқушы грантқа өтініш бергені туралы статистика беріп отырады. Соған өзіңіздің тапсырғыңыз келетін таңдау пәніңізде бәлкім мүмкіндік барын жоғын сол уақытта да анализ жасап қарасақ болады. Сол үшін де 13 күні бірінші барып құжат тапсырып тастауға асықпаңыз. Ең идеалды даталар 15-сі, 16-сі, 17-сі болар. 20-сына да қатты қалып кетпеңіз. 20-сы күні кешкі 18:00-де база жабылады. Грант конкурсына өтініш беру толықтай аяқталады. Жалпы грант конкурсы туралы, құжат тапсыру туралы түсіндік. Ал енді 4 таңдау туралы сөйлесейік. Көп ата-аналар мен талапкерлерді қазір қызықтырып жүрген дүние осы, яғни 4 таңдауды қалай жасаймыз деген дүние, гранттың түрлері қалай, біз қандай жағдай таңдаулар жасасақ грантқа түсе аламыз өз балымызбен деген нәрсе. Осы нәрсені айтамыз, сіздер де бізге арнаға жазылып қойыңыздар. Ал енді кеттік 4 таңдау туралы. Ең бірінші дүние, бірінші таңдауға сіздер армандаған университет пен армандаған мамандықты жазу керексіздер. Яғни ол қалай? Менің балымның жетпейтінін кейде түсініп тұрсам да жазып көру керек. Өйткені сондай опыттар болды, яғни кейбір мамандықтардың грант балы бір жылы кәдімгідей 10 балға дейін түскен уақыттар болды. Сол үшін де бірден өзіңізге жаңағындай жоқ, мен болды, бұл өзімнің армандаған мамандығыма грантқа түспеймін деген нәрседен гөрі бірінші жазып көру керек. Яғни бірінші таңдауыңыз өзіңіздің армандаған университетіңіз, армандаған мамандығыңыз болу керек. Екінші таңдауда уже реальностьқа оралуымыз керекпіз. Яғни біздің балымызды көреміз. Одан кейін өткен жылғы нелерге қараймыз? Өткен жылғы статистикаларға қараймыз да жаңағындай мен өз балыммен қай жаққа грантқа түсе аламын, және де бұл мамандық, қай мамандыққа грантқа түсе аламын, бұл мамандық менің өзімнің екінші таңдауға, шама келгенше өзіңіздің мамандығыңызға жақын мамандыққа және ұнайтын жоғарғы оқу орнына жазған жақсы. Одан кейін үшінші таңдауға уже сіз точно түсе алуға өте жақын, ал төртінші таңдауға нақты түсе алатын таңдауларды жазуыңыз керексіз. Яғни мемлекеттік грантта ішінде бөлінеді ғой. Медквота, педквота, серпін гранты деген секілді гранттар. Сіз біріншісіне жалпы грантпен жазып, үшінші, төртінші таңдауыңызға егесте серпін болатын болса, серпін деген оңтүстік өңірдегі ауыл мектебін бітірген оқушыларды солтүстік өңір немесе шығыс өңірдегі университеттерге оқуға жіберетін бағдарлама. Ал педквота Алматы қаласы мен Астана қаласынан басқа жаңағыдай өңірлердегі педагогикалық университеттерге бөлінетін квотаның түрі деген секілді. Осындай квоталармен жазған сіздерге тиімдірек болады. Өйткені неге? Адам өзінің бірінші таңдауына жаңағындай конкурсқа түседі, одан кейін екінші дәл солай рет-ретімен кете береді. Және де 4 таңдау жазу барысында не нәрсе маңызды? Бірінші, екінші деген реттілікті сақтау керек. Себебі кейбір оқушылар болды. Мәселен, 2023 жылы бір түлегіміз 117 балл жинап, қазақ тілі әдебиеті мұғалімдігі мамандығына Шымкентке оқуға түсті. Негізі ол түлектің қалауы Алматыдағы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университет. Неге түсе алмай қалды? Балы жетіп тұрса да, өйткені өзінің ол таңдауда ол өзінің қалауын екіншісіне жазып қойды. Сөйтті бірінші таңдауына түсіп кетті. Бұл жерде ол түлектің жіберіп отырған қателігі қандай? Грант корешогын алмау. Бұндай да дүние бар. Яғни грант корешогы сіздер өздеріңізге ең жақын жоғарғы оқу орнына, яғни мысалы сіздер Ақтау қаласында тұрсаңыздар, Есеновқа деген секілді, осындай өзіңізге ең жақын жоғарғы оқуына барасыздар. Жаңа біз атаған құжаттарды апарып грант конкурсына өтініш бересіз. Яғни сіз СДУ-ға түскіңіз келсе, ЕНУ-ға түскіңіз келсе, сол Есеновтен өтініш бере аласыз деген секілді дүние. Одан кейін қабылдау комиссиясы сіздің жаңағыдай грант конкурсына қатысқаныңызды дәлелдейтін қолыңызға корешок деген нәрсе шығарып беру керек. Сіз аласыз да өзіңіздің таңдауларыңызды оқу керексіз. Яғни бірінші таңдауым дұрыс, окей, екінші таңдауым дұрыс, окей. Яғни 4 таңдауыңызды тексеріп, сіздің квоталарыңыз толық жазылған ба, сол нәрсені тексеріп
қол қойып алып кету керексіз. Яғни оны содан кейін грант нәтижесі шыққанса бір жерде дұрыстап сақтап қою керек болады. Өйткені сіздің шынымен де грант конкурсына қатыспағаныңызды дәлелдейтін жалғыз құжатыңыз осы. Кейбір оқушылар 130 балмен де тіпті осындай корешогын алмағанның әсерінен грант конкурсына қатыспай, грантқа түсе алмай қалып жатқан жағдайлар болды. Ондай жағдайда 130 балда ештеңе де көмектесе алмайды. Өкінішке орай қатыспадыңыз. Сол үшін де міндетті түрде өздеріңіздің қолдарыңызда құжат болуы міндетті. Ал енді грант конкурсына қатыстық, грантқа түстік. Окей, енді не істейміз? Қолымызда грант бар, Алматы, Астана армандаған университет. Енді не істеу керек? Бірінші дүние, шешім қабылдау керексіз. Тағы да отырып, отбасымен барлығыңыз ақылдасып, бұл қалаға, бұл университетке оқуға барасыз ба? Бұл мамандыққа. Бәлкім сіз өзіңіздің қалаған оқу орныңызға, қалаған мамандығыңызға түсерсіз. Бәлкім қаламаған болып қалуы мүмкін. Яғни осы кезде не істеуіміз керекпіз? Шешім қабылдау керекпіз. Одан кейін, егер сіз сол жаққа оқуды шешкен болсаңыз, 25 тамызға дейін өзіңіздің грантыңызды растауыңыз керек. Яғни гранттың нәтижесі 10 тамызға дейін белгілі болатын болса, 25 тамызға дейін өзіңіз түскен қала мен университетке барып, өзіңіздің грантта оқитыныңыз туралы жаңағыдай растау керексіз. Университетпен келісімшартқа отырасыз деген секілді дүние. 25 тамыз күні тағы да 18:00-де база жабылады. Университетке құжат қабылдау ақылы болсын, грант болсын аяқталады. Одан кейін сіз өзіңіздің грантыңызды пайдалана алмай қалуы мүмкінсіз. Сол үшін 25 тамызға дейін үлгеруіңіз керек. Бірақ 25-ін сол жүріп алмаңыздар. Тағы да 20-сы, 22-сі барып тапсырып тастасаңыздар дұрыс болады. Ал енді грантқа түсе алмай қалсақ, өкінішке орай, не істей аламыз деген нәрсеге келейікші. Егер грантқа түсе алмай қалсақ, тағы да басқа да грант түрлерін қарастырсақ болады. Яғни ол әкімдік грант, фонд гранты, мекеме гранты. Яғни мемлекеттік гранттан кейін жүретін осы гранттар болып табылады. Әкімдік грант бұл әр өңірде әкімдердің жеке бөлетін гранттары. Ол туралы нақтырақ ақпараттарды сіз аудан әкімі, облыс әкімі, қала әкімдігінен сұрап хабарласып біле аласыздар. Әкімдік гранты жеңіп алуға көбірек квотасы бар оқушылар жаңағыдай көбірек қалай айтайық, мүмкіндік жоғары, өйткені көбінесе аз қамтылған осал топ өкілдеріне беріледі әкімдік грант. Ал енді фонд гранты немесе мекеме гранты ол барлықтарыңызға қол жетімді. Солай. Сонымен грант конкурсының және 4 таңдаудың қыр-сырлары туралы толық сөйлескен сияқтымыз. Ал енді қалай ойлайсыздар? Грантқа түсе аласыздар ма? Әлде қиын сияқты ма? Солай оқушылар, барлықтарыңызға осындай ақпараттарды бергенімізге қуаныштымыз. Және де алдағы уақытта тағы да арнамызда осындай пайдалы ақпараттар шығып тұрады. Ол үшін арнамызға тіркеліп кетіңіздер, лүпіл басыңыздар. Және де егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, тағы да білгілеріңіз келетін дүние болатын болса, комментке жазып кетсеңіздер болады. Сұрақтарыңызға жауап беруге әрдайым қуаныштымыз. Сау болыңыздар.